Бүткіл қазақтың баласын оқуға ала алмайсыз. Бір-екі бала болса да өзіңізге зияны тиема дегенім ғой. Бүкіл қазақтың баласын оқыта алмаспын, бірақ бүкіл қазақтың баласы қалай да білім алу керек. Қайырлы күн. Мен Өмірбай Абылай, номер 2 Алматы гуманитарлық педагогикалық колледжінің 2 курс білім алушысымын. Қазіргі таңда басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың арқасында ұстаздардың мәртебесі артып келеді. Мен де болашаққа бағдар бере алатын жарқын, аяулы ұстаз мамандығын таңдадым. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтпақшы, ұстаз өзінің білгенін шәкіртіне үйретуден ешқашан жалықпайды. Ұстаздың айтқан әрбір сөзі, әрбір іс-қимылы шәкіртінің жадында мәңгілікке қалады. Егер де ұстаз батыл, табанды, намысшыл болса, болашақ ұрпақта батыр, қаһарлы және де патриот болып өседі. Біз ұстаздар тек қана бір сатыда қалып қоймай, екінші сатыға көтеріліп, даму жолында жүре береміз. Ұстаздық ету, уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстіндегі адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Еліміздің жарқын болашағы үшін өскелең ұрпаққа сапалы білім мен таптырылмас тәрбиені беретін ол біз ұстаздармыз. Және де мен ұстаздық жолыма түскеніме ешқашанда өкінбеймін.